Танымал әнші Беркут тағы да әке атанды. Ол бұл жаңалығымен бірден Instagram парақшасында оқырмандармен бөлісті. Дүние есігін енді ашқан нәрестенің салмағы 4 келі, ал кіндігін әкесі өзі кесіпті. Жұлдызды жұптың бұл үшінші балалары, кішкентай ханшайымның бауы берік болсын дегіміз келеді. Брэд Питт пен Анджелина Джоли айырылысқалы бері екеуінің де бастарынан дау кеткен емес. Олардың әр қадамы журналистердің назарында. Бұл жолы Брэдтің жаңа ғашығы Нэри Оксман ел аузында. Қарапайым университет оқытушысы, суретші архитекторды Анджелинаға ұқсатып жатқандар да көп. Десе де бұл ақпарат жайында актер өзі тіс жарып ештеңе айтпаған. Айгүл Иманбаева енді жалғыздыққа қош айтпақшы. Отандық бағдарламалардың біріне берген сұхбатында әнші жақында тұрмысқа шығатынын айтқан. Ұзақ уақыт бойы жұрт назарынан тыс жүрген әншіден жаңалық көп күтеміз. Оның жақында шетелде бейнебаян түсіріп келгені бәрімізге мәлім. Қазақтың атын шетелде шарықтатып жүрген жастардың қатарына Денис Нариман есімді сәнбике қосылды. Ол Индиядағы Vogue сән журналының фотосессиясына қатысқан. Денис сән әлеміне 15 жасында келген. Қазір Гонконг қаласында тұратын алматылық 19 жасар қыз туралы барлық қазақ жаңалық порталдары жарыса жазуда.